Құрметті оқушы, егер сіздер сол саусақтарыңыздың жүгіруін дамытқыларыңыз келсе, онда 10 саусақ жаттығуын ұсынамын. Толық нұсқасын тыңдап көрейік. Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де, екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті, үш саусағым орамды, жүгіртеді қаламды, өнерлеген 10 саусақ, қала саусақ, жол саусақ. Ал енді осы жаттығуды талдайық. 4-ші нүктеде 5 саусағымыз. Төмен, жоғары. 2 саусаққа төмен, жоғары. Тағы да қайталаймыз. 5 саусақ, 2 саусақ. Кейін 3 саусақта 2 қағыс. 3-ші нүктеге 1 саусақ. Төмен, жоғары. Қайтадан 4-ші нүктеге 2 саусақ. Және бас бармақта төмен, жоғары. Қанекей тағы да асықпай қайталап көрейік. 4-ші нүктеде 5 саусақ, төмен, жоғары, 2 саусаққа, төмен, жоғары, қайталау, төмен, жоғары, 2 саусаққа, төмен, жоғары, 3 саусаққа, төмен, жоғары, 3-ші нүктеде 1 саусаққа, төмен, жоғары, 2 саусаққа, төмен, жоғары, бас бармаққа, төмен, жоғары. Қанекей тағы да қайталап көрейік. 2 саусақ, 5 саусақ, 2 саусақ, 3 саусақ, 1 саусақ, 2 саусақ, бас бармақ. Ал енді дәл осы жаттығуды 2-ші нүктеден қайталап көрсек болады. Егер сіздің саусағыңыз тым кішкентай болса, мына пернелерге жетпеуі мүмкін. Сол үшін 4-ші нүктеден ойнағаныңыз жөн. Ал егер саусағыңызды шынықтырамын, саусақ арасындағы созылымды жақсартамын десеңіз, 2-ші нүктеден бастап ойнасаңыздар болады. Бұл жаттығу 1-ші, 2-ші сыныптың балаларына жақсы. Домбыраны 0-ден бастап жатқандарға арналады. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, пікір қалдырып, адамдармен бөлісіп қойыңыздар. Отчет жіберуді ұмытпаңыздар.